Алматы қаласы білім басқармасының қолдауымен Наурызбай ауданының білім беру ұйымдарында Бейсенбаевтың ерлік тәрбие жемісі атты авторлық коллективтік курсы пилоттық режимде жүзеге асырылуда. Жоба аясында нөмірі 174-ші мектеп-гимназиясы ерлік сабақтары форумын өткізді. Іс-шара ерлік ұғымын дәріптеу, оқушылардың азаматтық жауапкершілігін арттыру және патриоттық тәрбие беру мақсатында ұйымдастырылды. Форум барысында қатысушылар ерлік пен ерге қызмет етудің мәні жайында пікір алмасып, тәрбиелік бағыттағы мазмұнды ойларын ортаға салды. Мамандардың айтуынша, мұндай сабақтар жас ұрпақтың ұлттық құндылықтарды терең түсінуіне оң әсер етеді. Өзім ауған соғысының қатысушысымын. Осы бірнеше жыл жинаған тәжірибемнің арқасында авторлық бағдарлама ретінде электронды курс жазылды, ерлік тәрбие жемісі деген. Енді бұл бағдарлама бізде ұлттық құндылықтарды насихаттауға және де мынау жас ұрпаққа, жастарға ерлік, отансүйгіш қасиеттерін, құндылықтарын бойына сіңіруге бағытталған бағдарлама. Айта кетейік, ерлік сабақтары бекітілген кестеге сәйкес Наурызбай ауданының білім беру ұйымдарында жүйелі түрде өткізілетін болады. Мейірлі Қайсарқызы, Әтіргүл Өтеген, Ұрпақ үні медиа.